Дәріс номері 5. Пластмасса, жеңіл өнеркәсіп және тоқыма өндірісінің қалдықтарын өңдеу және залалсыздандыру әдістері. Пластик өндірісінен бастап, кәдеге жаратылғанға дейін қоршаған ортаға елеулі зиян келтіреді. Пластикалық өнімдерді шығаратын зауыттар жылына атмосфераға 400 миллион тоннаға дейін көмірқышқыл газын шығарады және бүгінде жануарлардың шамамен 800-дей түрінің пластикті жеп қоюына байланысты және пластикпен улану салдарынан жойылып кету қаупі төніп тұр. Бір ретті қалталар қаланың кәріз жүйесін толтырып тастайды және су басу қаупін тудырады. Пластмасса қоқыстар туризм саласына зиян келтіре отырып, демалуға арналған орындарды, жағалаулар мен жағалау аймақтарын ластайды. Қазақстанның мұхиттарға шығуы болмағанына қарамастан, мұхиттардағы пластмассалар әдетте жыл бойында ыдырайды. Бірақ толықтай емес, және бұл процесс барысында бифенол А және полиэстирол сияқты улы химикаттар белгілі бір пластмасса түрлерінен суға түседі. 2012 жылы әлемдегі мұхиттарда шамамен 165 миллион тонна пластик қалдықтары бар деп есептелген. 2014 жылғы бағалау бойынша мұхит бетінде 268.940 тонна пластик бар. Ал пластикалық қалдықтардың бөлек бөлшектерінің жалпы саны 5125 триллион тоннаны құрайды. Пластикалық ластану, су қоймаларының ластануы, бір рет пластикалық бөлшектермен, пластикалық торлармен және тағы басқа судың ластануы. Жыл сайын шығарылатын пластмассадан жасалған өнімдердің көп мөлшері бір рет қолдануға арналған. Әдетте бір жыл ішінде бір рет пайдаланылатын бір реттік орауыш заттар немесе өнімдер ластайды. Пластиктің 200 жылға жуық уақытта ыдырайтындығы белгілі. Пластмассалар жерге түскенде ұсақ бөлшектерге ажырайды да, өзінен қоршаған ортаға химиялық заттарды бөлей бастайды. Жер асты сулар арқылы пластиктің ұсақ түйіршіктері және оның химиялық заттары ең жақын су көздеріне түседі. Бұл жануарлардың жаппай қырылуына әкеледі. Тұрмыстық қатты қалдық үйінділерінің полигондары үнемі пластмассаның әр түрімен толтырылып тасталған. Бұл қоқыстарда пластиктің биодеградациясын жеделдететін көптеген микроорганизмдер бар. Ыдырайтын пластиктерге келер болсақ, олар ыдыраған кезде метан бөлініп шығады. Ол атмосфераға диоксиндер мен фурандар бөліп шығаратын өте күшті парниктік газ болып табылады. Пластмассалар құрамында пластиктің түріне байланысты көптеген химиялық заттардың түрлері болады. Пластмассаның жан-жақты қолданылуының негізгі себептерінің бірден бірі құрамынан химиялық қосылу болып табылады. Пластмасса өндірісінде пайдаланылатын кейбір химиялық заттар адамдардың тамақ тізбегінің нәтижесінде жұтылу қаупін тудырады. Сондай-ақ пластикалық ластанудың әсерінен жануарлардың да улану қаупі бар. Бұл өз кезегінде адамға азық-түлік өнімдерін жеткізу барысына кедергі келтіруі мүмкін. Пластикалық ластану ірі теңіз сүтқоректілеріне де зиянды әсер ететін заттар ретінде сипатталған. Бұл пластмасса жануарлардың асқазан ішек жолдарын бекітіп тастайды. Теңіз сүтқоректілері пластмассалық торларда шырмалып қалады да, оның соң өлімге немесе ауыр жарылуларға немесе жараларға алып келеді. Өркениеттің заманауи игіліктері көбінесе адамдар үшін жайлылық жаратып қана қоймай, табиғатқа орны толмас залал келтіреді. Тек соңғы 10 жылда ғана әлемде өткен ғасырмен салыстырғанда пластикалық өнімдер көп өндірілді. Бір ретті ыдыс, қалталар, қаптамалар, бөтелкелер және түрлі ыдыстар біз күнделікті өндіретін пластикалық қалдықтардың ең кең тараған түрлеріне жатады. Қазақстанда қалыптасқан көлемнің тек 28,7% ғана қайта өңделген және адам өмірінде және тұрмыстық шарттарда қайта қолданылады. 2019 жылдан 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы экология кодексінің 301 бабына сәйкес
полигондарда пластмасса, пластика, полиэтилен қалдықтары және полиэтилен терефталат орамасы, макулатура, картон және қағаз қалдықтары. Құрамында сынап бар лампалар мен аспаптар, шыны сынықтары, түсті және қара металдар сынықтары, литий қорғасын қышқыл батареялары, электрондық және электр жабдықтары қалдықтарын көмуге тыйым салу енгізіледі. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап тамақ қалдықтарын және құрылыс материалдарының қалдықтарын полигондарға да көмуге тыйым салынады. Пластмассалар пластикалық материалдар құрамында бұйымдарды дайындау кезінде созылғыштық немесе жоғары иілгіштік пайдалану барысында шыны тәріздес немесе кристалдық қалпын сақтайтын полимер бар материалдар. Пластмассалар шыны тәрізді немесе кристалды диэлектрлік қасиеті жоғары, атмосфера әсерінің тұрақты механикалық жағынан берік болады. Пластмассалардың кез келгенінің түп негізін полимерлер құрайды. Мысалы, фенол, формальдегидті. Пластмассалар поливинил хлоридті пластмассалар тағы басқа аталуында пластмассаларға байланысты алынған. Полимерлерден басқа пластмассалардың құрамына пластификаторлар, толықтырғыштар, стабилизаторлар, бояғыш заттар енеді. Макромолекуласы сызықтық, тармақталған немесе торланған құрылымды болады. Пластмассалар гомогенді немесе гетерогенді материалдар болуы мүмкін. Гомогенді пластмассаларда полимер материалдың қасиетін анықтаса, гетерогенді пластмассаларда полимер байланыстырғыш қызметін атқарады. Қалған құрам бөліктері өз бетінше жеке фазалар түзеді. Міне мынау суретте күнделікті біздің тұрмыста тастап жатқан қалдықтардың ішіндегі пластмассалардың түрлері көрсетілген. Пластмассаның теріс әсерлерінен құтылудың ең ықпалды әдісі қайта өңдеу. Қалдыққа айналған пластмасса бұйымдар ерітіліп, қайтадан қолдану үшін шикізат болады. Осы әдіс табиғаттың ластануының да алдын алады. Экономикалық жағынан да едәуір тиімді. Қайта өңделген пластмасса бірінші шикізатқа қарағанда арзан және өндірісі барысында да аз энергия жұмсалады. 1 тонна пластмасса қалдықты қайта өңдеу энергияны 95% үнемдейді. Қайта өңдеудің тиімділігі қалдықтың өз жерінде жіктелуінде. Үйлерде немесе жұмыс орындарында шығатын пластмасса қалдықтары қоқыстарға араластырылмау керек. Бөлек жиналып, арнайы жерлерге тасталуы керек. Осылайша пластмассаның басқа қоқыстармен табиғатқа тасталуының алды алынады. Пластмасса қалдықтарының қоқыс емес екенін ұмытпауымыз керек. Жылына жалпы қоқыстың 3-тен 1 бөлігін пластик заттар құрайды. Қайта өңдеу кезінде ластану 40%-ға азаяды. Мына суреттерде пластмассаларды қайта өңдеуден өткізу техникалары көрсетілген. Пластмасса қалдықтарының жалпы сипаттамасы және оларды кәдеге асыру мен залалсыздандырудың әдістерінде қолданылатын механикалық, гидродинамикалық, физика-механикалық, химиялық және биохимиялық үдерістері қарастырылған. Қалдықтарды қайта өңдеу және олардан бағалы шикізатпен материал алудың технологиясы толығымен берілген.